Еліміздің бірінші президенті жайлы фильмдер қазақ фильмді өлтірді. Саламатсыздар. Отырыңыздар. Неліктен бұндай мәлімдеме жасады деп ойлап отырған боларсыздар. Себебі 2018 жылы шыққан Елбасы жолы Астана фильмін түсіруге 2 миллиард 100 миллион теңге жұмсалған. Ал оның табысы бар жоғы шамамен 4 миллион теңге. 4 миллион теңге, Карл. Бәлкім олар менің туған күніме сыйлық жасайтын шығар, Нұрсұлтан Әбішұлы, сіз оларды білесіз ғой. Енді ойлап қараңыз. Мәдениет министрлігінің тапсырмасы бойынша қазақ фильм пропаганда мақсатында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жайлы 5 фильм түсірді. Әр фильмнің масштабы таң қалдырады. Фильмнің әр бөлімінде елге танымал актерлер бой көрсетті. Кеңес заманын көрсететін декорациялар, киімдер, ескі көліктер де бар. Түсірілімдер әр түрлі қалаларда өткен. Юрий Алексеевич, қазақтардың сізбен бірге суретке түсуіне бола ма? Болғанда қандай, әрине. Мемлекет 2018-дегі фильмге 2 миллиард теңге жұмсаған болса, ал қалған 4 туындыға қанша жұмсалғанын есептеп көріңіз. Міне, осыдан кейін қазақ фильмді пропагандалық туындылар өлтірді ме деп ойларсың. Ал сіз көшбасшы жолы эпопеясының туындыларын көрдіңіз бе? Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но ты мне улица родная, и мне погода дорога.